Ағайын, бүгінгі әңгімемізді Абайдың бір дүниеге қарым-қатынасы деген әңгімеге арнайықшы. Абай өзі Құнанбай қажының баласы, дүркіреген аға сұлтанның баласы, болыстың баласы. Мал мүлік дүниеден бір кенде болған адам емес Абай. Бірақ сол Абайдың дүниеге деген көзқарасы қазіргі біздің көбіміздің көзқарасымызбен келе ме? Жоқ, керегер болатын сияқты. Оның сөзін ойлайықшы өз Абайдың. Абайдың пайымдағы дүние, дәулет, атақ, мәнсап деген нәрсе не өзі? Әртүрлі адамдар тыңдап отыр, енді тыңдарманға айып етпес, бірақ енді ойды дөп басып айту үшін кей кезде бір анайылық құрынып қалуға мәжбүр болып отырмын. Абай дүниені иттің көті дейді. Мына көрдік қой дүние дейтін иттің көтін дейді. Енді кешіріңіздер, құлаққа бір анайылау естілсе де, бұны бір ашып айтуымыз керек, ана ойымыз жету үшін. Жылдың белгілі бір мезгілінде ит күйлейді. Ит күйлеген кезде овуляция кезі болады ғой, ona гормон бөлінеді. Сөйтеді маңайдағы еркек иттің бәрі, ескі ит дейтін нәрсенің өте иісшіл болады ғой өзі. Сөйтеді маңайдағы еркек иттің бәрі жаңағы ұрғаш қаншық қарайып келеді. Сөйтеді соның артынан бәрі жаңағы еркек бір қаншық бір өлекшінің соңынан бірнеше төбет жүреді. Дүниені, ақшаны, мәнсапты сол овуляция саққан бір ең жек көрсе бір сасық нәрсеге теген отыр Абай. Бүкіл еркек ит соңынан жүр, жаңағы құйрығынан иіскеп, арттан иіскеп, бір ұрғаш иттің соңында таласып, бір-бірін бытыш болып қырылысып жатыр. Сол ақша, сол мансаптың соңында иісін иіскеп алғаннан кейін жаңағы бәрі жүр. Абай көрдік қой дүние дейтін иттің көтін. Жеп жүр ғой біреуінің біреу етін дейді. Ойлы адамға қызық жоқ, бұл жалғанда көбінің сырты бүтін іші түтін дейді. Шын мәнінде дүниеге ортаға түскен кезде адамның шын болмысы көрініп қалады. Кенді кереметтім деп жүрген жерде, ақша бөлістіргенде ортаға бір үлкен сума түскен кезде жаңа жерде жасыратын жоқ, бір жері көрініп қалады, абыройы көрініп қалады. Шын мақсаты, шын көңілі талай адам көрініп қалады. Абай осыны айтып отыр. Шында да дүниені өзі Алла Тағала құнсыз жаратқан. Егер дүниенің құны болатын болса, хадисте айтады ғой, дүние дейді, масаның сыны қанатына татитын болса, мен кәпірге бір тамшы су бермес едім ғой дейді. Дүние, ақша деген нәрсе адамзат баласы үшін негізгі бір ұмтылатын нәрсе болатын болса, өмірдің мәні болатын болса, алдамшы болмаса, соны несіз түсі жүру, түбі жақсылыққа жаңағы ұрындармайды, есі түскен адамның түбі жақсылық ұрынбайтын белгілі болса о. Дүние, менің атам айтпақшы, дүние соншалықты құрметті болса, адам түсіне боқ-боқ кірмейтін еді ғой дейді. Түсіңді боқ басып жүрсең, ақшаның астында қаласың деп жорып жатады ғой кейде. Абай, сол дүние дейтін иттің көтін көрдік қой дейді. Абай өзі болыста болды, байда болды, елді басқарды, көрдік бұны. Сон жолында жаңағы жеп жүр ғой біреуінің біреу өтін деп айтқандай таласып, тармасып, бытшыт боп, бірінің құлағын бір жылып, бірінің алқымнан бір алып, желкеден тістесіп, біреуі жаңағы қаңсылдап қашып, біреуі шәуілдеп, арсылдап қуып деген секілді. Түсінген адамға адамтан аттап жатыр деген сөз бар ғой өзі, негізі. Міне, осыны адам бәрін қарап отсақ, дүниенің өзі сол таласу, жаңағы өздері мақтанысу, алдамшы нәрсе, бет жыртысу. Солай екен Абай айтады. Ойлы адамға қызығы жоқ дейді, бұл жалғанда. Атақ, даңқ, мал, мүлік, байлық, билік дегенің түк қызығы жоқ дейді Абай айтады. Егер ойлансаң, осы әкетіп барсқан сонша жанталасатын нәрсе емес дейді, ойлансаң. Ойлы болғанда да жаңа ойың абсолюттік ақиқаттың шеңберінде болса, әрине Құдайды ойлай отырып ойласаң. Жарайды, ол туралы алдыңғы жаңағы бөлімдерде әлі артында біраз сөз қозғадық қой. Жалпы дүниеге деген көзқарасы осылай болған Абайды. Сөйтеді, бірінші сөзінде бұдан кейін өмірімді қалай өткізсек екен дейтін сұраққа жауап іздейді Абай. Мал тауып соның жолында күн көрсем бе деп ойланады, сосын айтады, жоқ. Мал баға алмай, мен қартайған кезде қызығын түгел өзін көре алмайтын жаңағы ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп қалған аз өмірді қорылатын жағдай жоқ дейді Абай айтады. Түсінесіз бе? Абай мал табудың жолында жүрсем, сон жолына бір жолата түссем, өмірді қор өткенім деп түсінеді. Бір сөзінде айтады, сұм дүние тонап жатырсың бар ма, баяғы күш, баяғы түсің бар ма.
алды үміт, арты өкініш, алдам шөмір, желігін желік етіп бас кісің бар ма дейді. Жәнібек айтады кейін осыдан алып желігіп келіп өмірге желініп бәрібір өтерсің дейді. Аптығып желігіп дүниені қуалап жүргеніңде бір күні аяғың аспаннан келеді. Ана жақтан бірақ шығасың. Өлейін деп өлмейді, өлерлік жан әсті өлмесін білгендей тірлік қылғандай абай және айтады. Бәрі қалады. Тек ұғынарлық жүрек керек мұнда. Дүние туралы дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Кез келген нәрсенің сұрау өтеді, мерзім өтеді, қызығы кетеді. Сондықтан 1-5 күннің орны жоқ Әбдіқарға. Қай қызығы татуды қу өмірдің, татуды араз, жақынды жатқыларға не стоит дейді, сен татумен араздасуға, жақынымен жаттасуға татымайды дейді бұл өмір дейді. Дүние деген жаңағы татуды араз, жақын жатқылады деп, солай деп баға беріп отыр, өтірік емес. Тірі мысалдар өріп жүр қазір арамызда. 5-10 түйінға бола жаңағы ағаймен кетісіп, араздасып, бірін-бірі сатып, соттасып жатқан талай дос, талай туысты көріп отырмыз. Бір әке бір шешеден туған бауырлардың жаңағы арасында осы дүние үшін сызатысып жатқан жайттар бар. Сол кикілжің түбінде өңіліп қарасаңыз, бәрінің артында дүние араздық. Сол шығады бүлкетіп. Көп адам дүниеге бой алдырған дейді абай. Бой алдырған соң, аяғын көп шалдырған дейді. Аяқ шалу деген сол. Ал сол болмашы пайдаң, сол бауырыңмен, қимасыңмен, жақыныңмен араңды суытуға татый ма, соған тұратын нәрсе ме? Ақыреттік іске бола келіспей қалып жатқан ешкім жоқ. Керісінше бауырмалдық ата түсіреді, уайымда егер ақырет болса. Сол дүниеге өте жақын болған соң, өте дүние құмар адам дүниеге қатты көңіл бөлген кезде абай айтады. Дүниеге дос дейді, ақыретке бірдей болмас дейді. Екеуі тап бірдей болып орны қалмас дейді. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздың иманын түгелдігі аузын бармас дейді. Енді тіршілік қой дүние. Оған көңіл бөлмей мүмкін емес, абай айтады. Кімнің жүрер тіршілікке көңіл бермей? Бірақ бақи қоймас, фәнидің мінін көрмей дейді. Ой шіркін-ай. Міне қайда екенін біле алмассың, телміріп терең ойдың соңын ермей дейді. Бұл тіршілікке көңіл бермей мүмкін емес қой, бірақ сондықтан ана дүниеден мүлдем қолын кет деп отырған абай жоқ. Жұрт қатарлы тіршілігін істе, есектің артын малтап, кәсіп қыл, дей тұрғанмен дүниені құнығып өтпе, дүние ең басты құндылық емес деп отыр абай айтып отыр. Дүние мәнсап байлық деген өміріңнің бұл мәніне айналып кетпесін дейді абай айтады. Ел арасында айтылып жүрген сөз бар ғой, жаңа ақшан жүрегіңде емес, жаңа қолын тұса дейді. Ақша дүние жүрегіңе кірсе, сен сол дүниенің ақшаның құлына айналасың. Ол сенің қолында болса, ол дүние ақша сенің қолында қаруыңа айналады. Қазақтың жақсы сөз артылмаған халықпыз ғой. Енді жүрекке кіргізбей қол ұстау деген не? Керек кезде жаңа жақының тұрмақ, жатқа да бері алуың керек. Қоғамға пайдасы тиер, біреудің кәсібі тұралап жатса, аяғынан тұрғызып жібер. Міскінді тамақтандыр, мұқтажға қол ұшыңды бер. Ондай іс дүниені жаңағы жүрекке кіргізбеген адамнан ғана қолынан келеді. Анығында ондайлар, яғни ақыретті артық көреді. Енді дүние тіршіліктің жаңа мінін біл дейді ғой. Соны абай айтады, міні қайда екенін біле алмайсың, терең ойсың, соғын өрмей дейді. Терең ойлап түбін өңіл дейді абай айтады. Фәнидің, дүниенің міні қайда екенін біле алмайсың ешқашан дейді абай айтады. 34-ші сөзінде кімде кім ақыретте де, дүниеде де қор болмаймын десе білмек керек. Еш адамның көңілде екі қуаныш, екі ынтық құмарлық, екі қорқыныш, екі қайғы бірдей болмайды. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы, ақырет қайғысынан, ақырет қуанышынан артық болса, мұсылман емес дейді. Кәдімгі кесіп айтады қорқынышты. Сосын айтады, біздің қазақта мұсылман екен, егерде екі нәрсе кез болса, бір ақыретке, бір осы дүниеге керекті болса, керекті, бірін алса, бірі тимей тұғын болса, сонда біреу ақыретке керектін алмай, екінші бір кезде алармын деп, кен құдай өз кеңшілікпен кешіреді дағы деп, мына кезі келіп тұрған мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектін алса, енді ол кісі жанын берсе, ақыретте дүниеге сатқаным жоқ деп, нануға болама дейді. Дүние деген нәрсе адамның алдынан кес-кестеп шыға берсе, туралығын тұсап тұрып қиынға түседі деген ғой енді. Абайдың айтып отқаны осы ғой. Міне сол кезде адам жолын ұстап қалса, мықты адам сенсің.
және 10-шы қара сөзінде айтады, ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болған іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес, бұл абырой нарын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп мал таптың, байдың, сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзің таба алмасаң, балан тапсың. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі иттікпен табады, иттікпен айырылады. Бейнеті, күйігі, ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында маған баяғыда мал біткен еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі. Міне дүниенің бар құны абай етіп отырған құны осы. Абай тек соның дөп бас бағасын беріп отыр. Дүниенің бір қызығы мәнсап абырой бедел деп көрсетеді, абай сөйтеді де айтады. Жаңағы мақшарға барғанда Құдай тағала дүние үшін болғандарға айтады екен. Енді бәріне белгілі хадис қой. Сосын атақ үшін, абырой үшін, жаңағы бай болған, батыр болған, қажы болған деген нәрсеге о дүниеде ешқандай сауап жоқ деп осылай істеді дейтін бір атақтап өте бір сахих хадисті келтіретін жері бар. Бұл адамның бір тәкаппарлыққа, мақтанға ұрындыратын, осы дүниенің соңына түсуден шығатын әңгіме қылып алып келеді. Бір сөзбен айтқанда, абай дүниені иттің бір жеріне теңдеп ұғындырды ғой. Енді өзі ит дейтін нәрсе қазақтан осы аса бір құрметпен атайтын жануар емес қой өзі. Абай итке байланысты айтады, төбетке өлекшінің бәрібір бас дейді. Қазақтың жаңағы өзімнің иттігімнен болдым демей дейді. Қазақтың өзіңді айтатыны бар, ит өмір деп. Дулатта бар, дүние жемтік, мен төбет, соны бақпай не бақтым, не қапқыздым, не қаптым дейді. Біреу қорлықпен өмірден өтсе, ит өлім дейді. Жаңағы ысырапқа кетіп қалған, жөніне бармаған дүниені ит жемеде кетті дейді. Тазының жеті қазынарын бір деп қойғанмен де қазақ жалпы ит дейтін сөзді бір аса құрметпен айтпайды. Дүниені сондай бір құрметсіз атаумен атап отыр. Хош, абайдың дүниеге қатынасы осындай дедік. Енді сол дүниені Құдай берді. Оны қалай жұмсау керек деген ой туғанда, тағы да абайдан жауап табамыз. 25 сөзінде абай айтады, жаңағы турасын ойлаған кезде дейді, балаңа қатын әперме, енші әперме, барыңды сал. Барың салсаң да балаңды орыстың ғылымын үйрет. Балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол малай айтын жол емес. Құдайдан қорқ, пендеден ұял. Балаң бала болсын, оқыт, малайма. Былайша айтқанда, жиған дәулетің болса, ғылым мен білімнің жолына сарп ет деген сөз қысқасы. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң саған рахмет көрсете ме, өзі рахат көре ме, я жұртқа рахат көрсете ме? Өзіңе де өзге де рахат көрсетерлік нәрсе абай айтып отыр, білім деп. Сөйтіп айтады, тағы да қоғамын кінәлап, сабаққа бергенде молданың жаны ең арзаны іздеп, хаттанса болды деп, қалай болса солай оқыта салады деп. Мал аямау керек болса білімнен, ғылымнан аяма, кедей болып қалам деп қорықпа дейді. Сонда дүние өзі, мал өзі ғылымға көңіл бір сөз. Өзі абай туралы айтқанда айналып кетті негізі ғылымға, білімге, тақуалыққа, Құдайдан қорқуға деген сияқты нәрсе айналып келе береміз. Бір нәрсені айтқанда, бір сөзіне қарағанда, абай жаңа есектің артын жусасына мал тап деген сөзіне қарағанда бір дүниеге өте оң қарайтын адам сияқты. Сосын кәсіп ізде, жан аямай кәсіп қыл дейді. Ол да дүниенің көзі кәсіппен келеді. Бірақ бұны адамның болмысына, адамның адамшылығына көлеңке түсіріп алмайтын жағдайында айтып отыр. Абайдың ғажаптығы сонда. Егер ол оның соңына адамшылығын ұмытып, дүние қоңыздыққа, дүние құмарлыққа салынып кеткен кезде, дүниені иттің көтіне теңеп отыр. Сонда қарасаң, золотая середина деп қойды орыстар. Сол сияқты әр нәрсенің дәл ортасын табу, әр нәрсенің керекті хақын беру, содан тәсір алу. Абай философиясы негізінде жатқан нәрсе осы негізі. Сөз соңында қорытындылап бір қайталап өтейін ағайын. Абайдың дүниеге көзқарасы деген мәселеге байланысты. Дүние бірінші бір алдамшы сасық нәрсе. Ол үшін бір-бірінің етіңді жеуге татитын дүние емес дейді. Екінші, қанша дей тұрғанмен дүниені тәрк етпе, мал тап, бірақ ақыретіңнен жоғары қойма. Екінші мәселе осы. Үшінші, мәнсабың болса, елдің алдында паң қуу үшін емес, сол елдің
үддесіне жұмса дейді абай. Ей шіркін-ай. Төртінші, дәулетіңді, дүниеңді ғылым білімге сарп ет. Сол жолда мал аяма дейді. Дүниенің басты миссиясының өзі адам баласын адамшылыққа бастауымен құнды. Сондығынан да абай жалпы өзінің түйінін осылай деп айтады. Абайды естідік, тыңдадық. Өзі айтпақшы, жә бұдан нейін антық енді.